Кейбір қылмыскерлердің әрекеті соншалықты сұмдық, олардың есімі тарихта мәңгі қалады. Бүгін мен сізге Қазақстан тарихындағы ең қатыгез адам Николай Жұмағалиев жайлы айтып беремін. Ол маньяк, ол каннибал. Оның қылмыстары қаншалықты қорқынышты болғанын естігенде сіздің төбе шашыңыз тік тұрады. Және оның өмірбаяны қиылысы мен бұралуын түсіну өте қиын. Ғылыми фантастикалық триллерге ұқсайтыны бекер емес. Николай Жұмағалиев 1952 жылы 15 қарашада, ал тергеуші Дубякин Юрий Петровичтің деректеріне сүйенсек, ол 1 қаңтарда дүниеге келген. Николайдың анасы татар, әкесі қазақ. Өзі де соғыс ардагері болған, ал анасы өмір бойы сауыншы болып жұмыс істеген. Ол бала кезінен ерекше болып өскен, өте тұйық және де өзінің қатарластарымен қарым-қатынасы өте қиын болған. Әскерде байланысшы болып қызмет еткен, кейін темір жолда жұмыс істеген. Бірақ ешкім оның болашақта қанішерге айналатынын білген де, сезген де жоқ. Николай отбасында 4-ші бала болған. Оның 3 әпкесі, ал басқа деректер бойынша оның 4 әпкесі болған екен. Модестовтың айтуынша, бір әпкесі түсініксіз жағдайда жоғалып кеткен. Бұл Жұмағалиевке табиғи түрде сұрақ тудырды. Бірақ ол болашақ қылмыстар кезінде оның жоғалып кетуіне оның еш қатысы жоқ, және оның ата-анасы ешбір баласыз Ұзынағаш ауылының шетінде тұрған деп сендірді. Және де оның жануарларға деген қамқорлығы да талқыланды. Ол оларды кез келген жағдайда қорғау үшін бәрін жасауға дайын болды. Бұл бір қызығы, оны 12 жасынан бастап аң аулауға кедергі болмады. Ал Николай Жұмағалиевтің бірінші қылмысы жайлы айтайық. 1979 жылы қаңтар айында Алматы облысында алғаш рет адам өлтіреді. Бірақ жай ғана өлтірмейді. 1979 жылдың басында Николайды адам өлтіруге деген құмарлық пайда болды. Ол әйелдерді аң сияқты аулап, оларды өлтіріп, денесін бөлшектеп, кейбір мүшелерін жеген. Осыдан кейін оған қазақ каннибалы деген лақап беріледі. Оның құрбандары көбінесе жас қыздар мен әйелдер. Ол оларды орманға шақырып, тамағынан орып, денесін бөлшектеген. Кейін үйіне әкеліп, кейбір мүшелерін пісіріп жеген. Ол өзінің адам жегіштігін таза ет жеу деп түсіндірген. Оның айтуынша, адам етін жегенде өзін рухани күшті сезінген екен. Кейбір мәйіттер орманнан табылды, ал кейбірі үтісіз жоғалған. Қараңғы болды. Мен күттім. Осыдан 10 минут бұрын көшеде иттер үрген болатын. Олар бірдеңені сезген секілді. Мен оны қуып жеттім. Қолымда пышақ. Ол маған қарай бұрылды. Мен оны жүрек тұсынан соғып, оны шамамен 10-15 метр бойына сүйреп апардым. Күтпеген дыбыс шықты. Мен онымен бірге жаттым. Сосын оны сүйреп үйге апардым. Қалған мүшелерін басқа жерлерге тастадым. Мен оны өртеп жібердім. Көңілім толды. Көптен бері мақсатқа қарай жүріп, соған жеткенде рухани ләззат алдым. Жауап алу кезінде ол Надежданың тамағынан қан ішкенін айтты. Және ол кесілген бөлікті қайнаған бие сүтіне пісіріп, содан кейін оны араластыруды жоспарлады. Ал алынған ерітінді оны Құдайға жақындату керек еді. Мата фабрикасының үйіндісінен 2 аяқтың жатқаны анықталды. Оның үстіне үйілген тастың астынан үшкір зат табылып, 2 омырауы да кесілген анықталды. Жұмағалиевті іздеуге қатысып жатқан полиция полковнигі Юрий Дубякин мынаны атап өтті. 22 қаңтарда оқиға болған жерге қосымша тексеру жүргізіліп, содан кейін ғана қылмыстық іс қозғап, өндіріске қабылдау туралы шешім шығарылды. Сіз хабарды оқып, бәрі естісін деп айқайлағыңыз келеді. Және өз жұмысында қарапайым немқұрайлылық пен ақымақтыққа жол бермеді. Неге 2 тәулік кешіктіріліп қылмыстық іс қозғалды? Өйткені оның кесілген дене бөліктері табылды. Бізде сот барысында сот сарапшысының қорытындысын күтеміз және тергеуді бастаймыз. Бірақ бұл жағдайда қылмыс фактісі анықталды. Және де бұл анық, қорқынышты. Егер де біз 2 күн жоғалтпасақ, келесі 6 қылмыс орын алмаған болар еді. Өлтіруші бостандықта жүрді және ешкімнен қорықпады. Біз әртүрлі дерек көздердегі қарама-қайшылықтардың санынан миымыз ашып, қаншама дерек көздерін қарадық. Жұмағалиевтің деректер бойынша тек 10 құрбаны болған. Бірақ оның құрбандары туралы кейбір мәліметтер үнемі өзгеріп араласып отырады.
кейде олардың қайдан келгені белгісіз. Тіпті Юрий Петрович Дубякин өзі хронологияны құрастырған кезде өз кітабында дәл осындай мәселеге тап болады. Оның үстелінде Азамат Крюгерді өмірден айыру туралы 1979 жылы 21 сәуірде жолдар жазбасы табылмады. Сондықтан іздеуде деп танылған. Бірақ сонымен бірге оның тағы бір кітабында Ұзынағаш ауылында екінші мәйіт табылды және әйелдің Андроник сияқты баптист болғаны туралы лента.ру хабарында оның сәуір айында өлтірілгені айтылды. Және де ресми фотосуреттер үстеліне қарасақ, Лаврищева мен оның қызы Александраның өлімі болған жерде тексергенде оқиғаның 1979 жылы 20 сәуірде болғанын көреміз. Ал Дубякин Лаврищеваға 1979 жылы 21 маусымда өлтірілгенін, Жұмағалиевтің тұрғын үйге кіріп, қарт Лаврищеваны пышақтап өлтіргенін, сол жерде оның қызы оянып, оны да өлтірген жазады. Шкафқа тығылып үлгерген Александрованың кішкентай қызы осының барлығын көрген екен, және оны маньяк байқамай қалыпты. Қыздың айтуынша Жұмағалиев мойнынан қан ішкен. Оның қылмыскерді сипаттағаны ма жоқ па, бұл жұмбақ күйінде қалып отыр. Жауап алуда Александр Гинзбург қатысқан, және де ол Жұмағалиевтен допрос алып жатқан кезде осы жағдайда осындай әңгіме баяндаған екен. Неге алдымен әжені өлтірдің? Кейін барып, ұйықтап жатқан қызды әжейдің қанын іше бастадым. Қарт болғасын дәмсіз екен. Ал жастауының қаны дәмді болып шықты. Жұмағалиевтің екінші қылмысы 1980 жылы болған. Өзінің достары үйіне шақырады. Қонақтардың бірі тоңазытқышты ашып қалғанда ішінде адам еті жатқанын көреді. Дереу полиция шақырылады. Полициялар келгенде Николай қашуға тырысады. Ол қарсыласып бір полицейдің бетіне пышақ лақтырып, бірақ ақыры қолға түсіп тұтқындалады. Сот процесінде оны психикалық ауытқуы бар деп танып, Ақтөбедегі арнайы психиатриялық ауруханаға жіберді. 1989 жылы ол ауруханадан қашып кетеді. 2 жыл бойы Қазақстан, Өзбекстан, Ресейде қашып жүрген. 1991 жылы Өзбекстанда ұсталып, қайтадан психиатриялық емханаға жатқызылады. Ал қазіргі жағдайына келсек, 2000 жылдары дәрігерлер оны айықты деп босатады. Қазір оның қайда екені нақты белгісіз. Бір деректерге сүйенсек, туған ауылында тұрады. Бірақ ешкім нақты білмейді. Мүмкін ол есімін ауыстырып тастаған шығар. Мүмкін ол әлі де адам өлтіріп жүрген шығар. Бұл белгісіз. Адам етіне жерік Николай Жұмағалиев жақында психиатриялық мекемеден бостандыққа жіберіледі. Сонымен бұл дерт емделе ме? Жұмағалиев қоғамға қауіпсіз бе? Қорғанның артында ауыр қылмыс жасап сот медициналық сараптамасының қорытындысымен психикасында патология бар деп танылғандар жатыр. Ақтас психиатриялық ауруханасында мәжбүрлі түрде ем қабылдап жатқан пациенттердің атақтысы адам жегіш деп айыпталған Николай Жұмағалиев. Бұндағылардың айтуынша Жұмағалиев томаға тұйық өмір сүріп жатыр. Денсаулығында кінәрат жоқ. Техниканың тілін мықты меңгерген. Жұмағалиева видели? Вы с ним знакомы, нет? Конечно, видел. Нормально ведет себя там. Он, как сказать, работает. Он часовой мастер вообще хороший. Да. Агрессивный, нет? Нет. По отношению персонала нет. Никакой агрессии он не ведет. А вам не страшно с ним вот пересекаетесь? Я как с ними разговариваю, как и с вами. Бұл оқиға бізге кез келген қоғамда қаншелер өмір сүретінін дәлелдейді. Жұмағалиев тарихтағы ең сұмдық маньяктардың бірі. Бірақ ең қорқыныштысы ол қазір бостандықта. Сіз қалай ойлайсыз? Оның қайта қылмыс жасамасына кепілдік бар ма? Пікірлеріңізді қалдырыңыз. Егер Николай Жұмағалиевтің өміріне терең үңілгіңіз келсе, біздің Қазақстанда 2022 жылы «Три» атты фильм шыққан болатын. Сол фильмге кіріп, осы атмосфераны жақынырақ сезінсеңіздер болады. Ал егер сіздерге ұнаса, маған подписаться етіп, комментарийға өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер.